Не үшін дарыннан қашып жүрсің деймін, мен саған сұрақ қойып жатырмын. Мен саған түсіндірдім ғой кімнен қашып жүрмін. Отырмын ғой мен мына жерде. Сенен қашсам, сенен қашып жүрмін ба не? Кафир. Сенен ешкім қашып жатқан жоқ. Ауызбилля, Геннадий нокаутер қойшы болды. Құдай жоқ бар десең қосыл дейсің. Геннадий нокаутер, мен саған айттым ғой, қоя салшы болды. Месси чемпион деп тұрмын саған, болды қойшы. Ысқақ, ертең өлесің ғой түбінде ше. Сен өлмейсің ба не? Өлесің ғой иншалла. Қиналып өлесің иншалла. Иншалла несі? Иншалла деген неден сөз? Алла қаласа деген сөз. Иншалла. Алланың қалауымен қиналып өлесің ба не? Аллах қаласа сен Алла Тағала қинатады иншалла. Аллахтың қалауымен қиналып өле ме адам? Иә. Онда мұсылмандар неге қинап өлтіріп жатыр? Қақта? Анау рақтан қаншама мұсылман қиналып өліп жатыр? Сен сияқты кәпірлер сөйтіп өледі ғой. Жоқ, мұсылмандар өліп жатыр кәдімгі 5 уақыт намазы. Аллахтың сынағы ол. Аллах қалай не істеп қойды? Жоқ, сынақ деген қызық емес. Не үшін қинап өлтіріп жатырсың? Аллах қалауы ғой, иә? Қинатып өліп жатқан жоқ ол. Енді не кайфовать етіп жатыр ма ракпен ауырып жатқан мұсылмандар? Сынақ, субханалла. Ол сынақ. Жоқ, ондай сылтауыңды айтпа, азапталып жатыр ма по факту? Азаптың иншалла азабын көресің ғой. Енді онда не, сенің құдайың онда без разницы азаптай береді екен да, иә? Құдайға тіл тигізбе дейміз, қақ. Факт қой, қара. Мұсылманды да азаптап жатыр. Кінәсі жоқты да азаптап жатыр, сәбиді де азаптап жатыр. Қандай құдай сенікі? Құдай әділ, иншалла. Әділ болса, сәбиді немене азаптап өлтіріп жатыр? Алла өзі біледі, қалай өлтіреді. Жоқ, әділ ма или өзі біле ма? Әділ. Әділ болатын болса азаптап өлтіріп жатыр онда. Сен тәубеге келсей, Ысқақ, кішкене. Неменеге тәубеге келемін? Тәубеге кел, ислам дінін қабылда. Қанша жас қыздарды құртыласың. Жас қыздар не сен мынау жындымы? Жас қыздар не сен мынау ауызбилля? Оразаның айында деп айтпай қойшы. Оразаның айында. Жарайды. Қалай ол сен оразаның уақытында жас қыздар деп не қуып отырсың? Сен енді құртып жатсың ғой бәрін, субханалла. Мынау жындыбай, жалғасып көрмесің. Қанша фанатың бар? Мен сен соттап жүремін мына сөзің үшін. Ойбай, духың жетпейді да ғой. Жас қыздарды құртып жатсың деп не? Сен құртып жатсың ғой енді. Ысқақ деп фанаттарың көп екен ғой. Не істеп құртып жатырмын? Мынау таза оңбаған екен ғой, мынау не жалақор. Аузубилля, кәпір. Суарес құлақты істегіш. Сен Алматыдансың ба? Мұсылман. Алматыдансың ба? Кездесейікші. Тартысайық. Не істейсің кездескенде? Кездесейік, тартысайық. Диспут жасайық. Тартысайық? Мен істемесең де менімен жасашы, диспут жасайықшы. Отырсың ғой, кәне көрейік, давай. Кездесейік деймін, мен саған бетке-бет айтып жатырмын. Қазір айта алмайсың ба? Қазір дайын емессің ба? Дайынмын, бірақ кездескен кезде. Дайын болсаң, ехала. Дайын болсаң, ехала. Сен бетіңнің маған дымға керек жоқ. Давай ехала, 1100 адам. Бетке-бет кездесейік та мен. Бетіңді бар ғой. Студияны өзім төлеймін. Студияңды да, бетіңді де айналдырып, жинап бір жеріңе тып қой да. Давай, 1100 адам отыр. Қашып атсың, көрдің ба? Өйткені ақиқат ашылған кезде сен ақиқатыңды айтсайшы, қазір 1100 адам тыңдап отыр. Қара, мен саған сөз берем. Егер менің дінім хақ болса, сенің сөзің тыңдашы мені. Тыңдасай. Ехала. Қара, қазір диспутқа түсесің ба или қашасың ба? Қашпаймын. Тыңдасайшы, мен сен. Онда бастаймыз, кеттік. Диспуттың тақырыбын таңда. Құдай бар. Болды. Құдай бар, жоқ. Позицияңды айт давай, Құдай бар деген. Құдай бар. Давай, ехала. Дәлеліңді айт, Құдайдың бар екенін. Бар ғой. Бол, айт енді, давай. Ықылас сүресінде келеді ғой. Сүрең маған қызық емес ол. Ықылас сүресінде келеді. Ықылас сүресінде не келсе де қызық емес маған. Көрдің ба, сен мойындамайсың, субханалла. Көрдің ба? Мен сенің арабтардың жазған кітабын не үшін мойындауым керек? Дұрыстап дәлел айт, давай. Ықылас сүресін айтып жатырмын ғой мен. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Тұр. Гарри Поттердің рас екені Гарри Поттердің кітабында жазылса дәлел бола ма? Гарри Поттер кім ол? Гарри Поттер деген кейіпкердің рас екені Гарри Поттердің кітабында жазылса рас бола ма? Ол далбаса, бауырым. Екеуміз кітаппен сөйлесіп жатырмыз. Яғни бір кейіпкердің рас екені, бір кейіпкердің бір кейіпкердің рас екені, өзің дінсіздігіңді тығып жатсың ғой. Бір кейіпкердің рас екені, сол кітаптың ішінде жазылған болса, ол дәлел бола ма, болмай ма?
Не деп жазыптан Гарри Поттер? Гарри Поттердің ішінде Гарри Поттер деген бала өмірде болған деп жазған. Ол не, Құдай ма еді не? Жоқ, Гарри Поттердің өмірде болғанына дәлел ма осы жазу? Болған шығар, мен білмеймін. Дәлел ма, дәлел емес па? Дәлел емес ол. Онда сенікі де дәлел емес, сенің кітабың ішінде. Дәлел емес, менікі. Сенің кітабың ішінде сол кітаптың Али өзінде. Имран сүресінде айтады Аллах. Мына Құранды дейді. Мына Құранды. Мен қорғаймын дейді. Сендер сияқтылардан қорғаймын дейді. Қияметке дейін қорғап қойған. Точно қорғаған ба? Сен бауырым, андай нәрсе ғой? Точно қорғаған ба? Иә, қорғап қойған иншалла. Қорғап қойса, онда пайғамбар қайтыс болып отқан кезде Айша анау таспен атқылау деген аятты неғып ешкі жеп кеткен, ешкіден қорғай алмаған ба? Ешкі жеген деген нәрсе жоқ ол жерде. Іздеп кеш қазір сол хадисті сен. Олай сен өзің ол хадисті өзің шығарып алғансың, бауырым. Жоқ, сен қазір өзің тексерші осы жерде, сондай хадис бар ма, жоқ па? Таспен кімді атқызған? Раджим аяттары, яғни әйелді таспен атқылап өлтіру туралы аяттарды пайғамбар қайтыс болып, әбігер болып жатқан кезде ешкі жеп кетті деп Айшадан келетін хадис бар сондай. Кім жеткізген оны? Іздеші сен қазір, сен өзің тапсаң. Менде хадис кітабы жоқ просто. Іздесе енді интернеттен ізде, мен рас айтып отырмын, өтірік айтып отырмын. Интернет маған ұстаз емес. Онда ұстазыңнан сұрап, ертең қайтып кел онда. Ысқақ, қаяқтансың сен? Ұстазыңнан сұрап, ертең. Жоқ, сен қаяқтансың? Қашпа сен. Ач киіңді бар ғой, қазір нервыма тимеші мен. Мен сені айырам ғой, мен сен Ысқақ. Точно ма? Айырасың ба? Иншалла. Точно ма? Иншалла. Иншалла. Жақсы, тоқта. Сенің маған агрессия көрсетуінің себебі дін ғой, Конечно, сен сұққан дін емес. Сенің сөздерің. Мен не сөзімен агрессия беріп отырсың, сен қазір осы жерде. Құдай жоқ дейсің. Жақсы, сен Құдай жоқ деген адамдарға сенде агрессия бар, солай ма? Конечно. Сен демек Қазақстанның заңына қарсысың ғой? Қарсы емеспін. Қазақстанның заңында кез келген дінге деген көзқарасына бойынша адамның өз көзқарасын айтуға еркін хақы бар. Және ол бойынша ешкімді кемсітуге қоқанлық жасауға болмайды. Сен осы заңға бағынасың ба, бағынбайсың ба? Бағынам. Просто сендер біздің бағынатын болсаң, неге сен ашуланасың онда? Жоқ, сендер біздің пайғамбарға тіл тигізесіңдер. Жоқ, сен Құдай жоқ дегенге ашуланасың ба, ашуланбайсың ба? Пайғамбарға тіл тигізгенге мен қарап тұрмаймын ғой. Тұра. Енді сен пайғамбарға тіл тигізген адамдарды өлтіруге барасың ба? Өлтірмеймін. Не істеуге барасың? Дұға етемін артынан, шақырам. Жоқ, сен жаңа мен айырам деп жатыр едің ғой. Жоқ, қайда кетіп қалды сені айыратының? Мен сені дәлелдермен айырам. Жоқ, дәлелдермен қаяқтың дәлелдермен айырасың? Сен секірдің ғой қазір. Субханалла. Сен ақымақ. Сен суретің бәрі тұр, ертең кешірім сұрап отырма, сен болмайды. 1-2 секундқа батыр сынғаның духың қайға кетіп қалыпты, табаныңда жүр ма? Сенен кешірім сұрайын ба мен? Бишара? Халықтан кешірім сұрайсың. Сен бишарасың ғой, сен бишара. Халықтан кешірім сұрайсың. Бишара. Қайыршы, бишара. Халықтан кешірім сұрайсың. Кімнен? Халықтан. Халығың ұрайын сенің, халығың. Кәпір халықтарыңнан ұрайын сенің. Жақсы. Демек сен Қазақстандағы кәпір халыққа қарсысың ғой, Өйткені сенің фанаттарың мына жақта комментарияны жазып жатқан бәрі кәпір ғой. Жақсы. Сен Қазақстандағы кәпірлерге қарсысың ба? Конечно, сенен бастап анау. Енді сол Қазақстандағы жақсы кәпірлерге не істеу керек деп ойлайсың жалпы Қазақстанда? Кәпірлерге ма? Не істейсің енді? Аллахтан дұға етіп сұрайсың. Басқа не істейсің? Сен қарсымын дедің ғой жаңа. Сен кәпірлерге қарсы ретінде сен не істейтін ойың бар мысалы? Мұсылмандардың зиратына жерлегім келмейді оларды. Так, демек сен адамдарды қайтыс болған кезде оларды зиратқа жерлетпей қоғамда іріткі тудырмақшысың, солай ма? Ой Алла, сен не сөзден қашып жатырсың, сен мен тыңдасай. Демек сен сен сонда христиандардың дініне жерлеуге қайтыс болған адамның өлімінің үстінде лаң шығарып төбелес шығарасың, солай ма? Жоқ, астағфирулла, ондай емес. Зираттар Қазақстанда діни басқарманың жеке меншігіндегі зираттар бар ма? Зират барлық жерде бар ғой.
Жоқ, діни басқарманың жеке меншігінде болмаса, мұсылмандар бірігіп сатып алған зираттар бар ма? Мұсылмандар акиматтан сатып аласың ғой жерді. Иә, акиматтан сатып алған зираттарың бар ма сендердің? Муфтият дінге қарайды. Жоқ, сатып алған зираттарың бар ма акиматтан? Акиматтан сатып алған зираттарың бар ма? Бар. Қай жерде айт маған қазір тексереміз. Не қыласың оны? Айт, сен қай жерденсің және қай жерде сендер зиратты сатып алдыңдар? Не қыласың? Зиратты сатып алуға сен қандай заңның негізінде сатып алдыңдар? Давай айт енді. Не қыласың сен оны? Өтірік сөйлемесе Мирас адам. 1400 адам көріп отыр, өтірік сөйлеме. Өліп қалған адамды айдалаға барып көмбейсің ғой енді. Жоқ, зиратты сендер сатып алды. Қалай оформить еттіңдер оны? Немеді анау? Акиматтың шаруасы. Қалай оны не хозяйствоға оформить еттіңдер ма или жеке үй салатынға оформить еттіңдер ма ол жерде? Қалай үй салатын? Сен зираттың қалай үй саласың? Зиратты қалай оформить етіп алдыңдар заң жүзінде айтшы маған. Сен заңгерсің ба или атишсің ба сен? Айтсайшы сендер зиратты қалай сатып алып жүрсіңдер сендер? Темадан қашып отырсың, аузубилля. Жоқ, зиратты қалай сатып алып жүрсіңдер? Ысқақ, сен көп сөйлеме. Мирас, қай жердегі зиратты сатып алдыңдар және қалай сатып алдыңдар? Не қыласың сен оны? Айтсай тексерейік. Ой, субханалла. Аллах атымен ант етем сатып алдық деші. Аллах хидаят берсін саған. Жоқ, Алланың атымен ант етем сатып алдық деші хотя бы. Акимат өзі береді ғой жерді, дұрыс па? Акимат бермейді, акимат зираттың жерін ешкімге бермейді, жеке меншікке. Бермейді, топас. Сен жақсы, қай жерде? Жақсы, тұра тұр. Сен зиратты жеке меншікке берген қай акимат қазір? Тоқта. Зиратты қай акимат жеке меншікке берді? Ой, Алла. Кәпір шешең өліп қалды ал үйдегі. Кәпір шешең. Далбан, зиратты қай акимат жекеге берді? Кім сатып алды? Соны айт сен осы жерде. Ой, Алла. Ешкім сатып алған жоқ. Акимат өзі береді десем. Болды. Сатып алған жоқ болсаңдар, демек сендер ол зиратқа кімнің жататынын шешетін сендер емес қонда? Сен сияқтыларды кәпірлер. Жоқ, сен кәпір ма, басқа ма, тоқта. Кәпір ма, басқа ма, ол зиратқа кім жататынын сендер емес қой шешетін. Сен өлген кезде сенің жаназаңа қатысуға ешкімнің хақысы жоқ. Жаназаңа да басқаңа да қойғаның бар. Тұра тұр. Сен кімнің қай зиратқа қоятынын шешетін сендер емес қой демек. Енді? Онда сен ондай хақың жоқ болса, немене біз сендерді мұсылман зиратына қойғызбаймыз деп шіреніп отырсың? Қойғызбау керек сен сияқты кәпірлер. Қандай хақың бар сенің заңдық? Маған заңды тыға бермеші. Заңға бағынбайсың ба? Не қыласың, мен бағынып жатырмын ба, бағынбай жатырмын ба? Жоқ, заңға бағынасың ба, бағынбайсың ба? Бағынам. Бағынатын болсаң, сенің зиратқа біреуді қойғызбай қоюға хақың бар ма заңды? Сен сияқты кәпірлерді қойуға болмайды. Жоқ, сенің заң жүзінде хақың бар ма, жоқ па? Шариғат бойынша бар. Шариғат жүрмейді біздің елде, білесің ба? Шариғат жүретін ап жүрмейді. Сен біздің елді халифат деп ойлап жүрсің ба? Шайнаңдамашы шалпылдатып. Шариғатта ше? Шариғатта. Қазақстанның заңы үстем ба, шариғаттың заңы үстем ба? Бірінші орын жүреді шариғат. Демек сен Қазақстанның заңына, зайырлы елдің заңына бағынбайсың сен қазір. Бағынам, нақ бағынбай. Саған шариғат үстем ғой. Бірінші орында шариғат. Демек сен үшін біздің елдің заңы емес қой бірінші тұратын. Мен үшін шариғат. Біздің елдің заңы емес. Демек сен біздің елдің заңын аттап тұрып шариғат заңын қолдана аласың ба? Конечно. Конечно? Тұратыршы сенің қазір аккаунтын қарай. Мирас Абу Мухаммад дейді. Молодец. Енді сен діннен шыққан адамды өлтіре аласың ба? Не деп өлтірем мен оны? Шариғат заңын қолданып. Өлтіруге болады шығар? Өлтіруге болады. Ол үшін біздің елде сотталасың ба? Ол үшін біздің елде сотталасың ба, сотталмайсың ба? Дінім үшін сотталсам жалко емес. Сен дінің үшін біреулерді өлтіріп сотталсаң, саған жалко емес. Мен пайғамбарды қорғап, дінді қорғап, Аллахты қорғасам, мен үшін жалко емес. Жақсы. Сен дінді қорғап, басқа азаматтарды өлтіріп сотталсаң, ол сен үшін нормально.
Ысқақ, саған сұрақ қоямын. Сен не үшін бәрінен қашып жүрсің? Понятно. Сен сонда потенциальный террорист болып тұрсың ғой, иә? Жоқ ой. Енді сен айтып отырсың ғой, мен дін үшін адам өлтіремін деп. Дін үшін адам өлтірмеймін. Жаңа ғана айттың ғой өлтіремін деп. Сен сияқтыларды деймін да, сен сияқты Иә, ақымақ. дұрыс. Иә, мен өлтіруге дайынсың ба? Кездесейік та енді. Жоқ, өлтіруге дайынсың ба, дайын емессің ба? Өлтірмеймін, сенімен тартысам. Жоқ, өлтіруге дайынсың ба, дайын емессің ба? Өлтіруге дайынсың ба, дайын емессің ба? Артық кетсең өлтіремін, иншалла. Тыңда, Артық кету деп нені санайсың сен? мен шешеме тіл тигізсем, мен Тағы? ұстанған тіл тигізсең, Сонда дініңе тіл тигізді деп есептеген адамдарды сен өлтіруге дайынсың. дінге тіл тигізген адам ол кәпір. Иә, кәпірлерді өлтіруге дайынсың. Өйткені сендердің бастарың қосылмайды, мен сендерге айтайын. Қанша қазақ, Кәпірлерді өлтіруге дайынсың, солай ма? кәпірлерді ма? Иә. Ой алла, не десем болады саған? Жоқ, шыныңды айт енді. 1600 адам көріп отыр, ертең запись шығады, тиктокқа, ютубқа шығады, айта берсін ғой. Бүйтіп не үшін салатсың? Шығарамыз бәрін, сен сияқты радикалдарды білу керек, опасныйсың ғой сен. Сонда дарында... Сонымен сен дініңе тіл тигізген үшін кәпірлерді өлтіруге дайынсың ба? Өлтірмеймін деймін. Тартсам. Жоқ, жаңа ғана айтып отыр едің ғой, мен өлтіремін деп. Тартсайық та, кездесейікші. Тартсайық. Несі? Сенімен қалай кездесуге болады? Сен дінің үшін адам өлтіруге дайын адамсың ғой. Ой алла. Сен топас екенсің ғой тағы. Жоқ, сен өзің, сенімен кім қалай кездеседі, сен айтып отырсың, мен дінім үшін адам өлтіруге дайынмын деп отырсың. Артық кетсең ұрып өлтіремін просто, ұрып. Дұрыс. Енді сен үшін ненің артық кететінін біз білмейміз ғой, саған любой нәрсе артық кеткен болып көрініп біреуді өлтіріп қойсаң не болады сонда? Мен саған сұрақ қоямын. Енді сен қара, сен артық кеткен бір адамдарға тістеніп жүрсің. Сол артық кеткен адамдардың көзін жойғаның үшін саған ақша төлейміз деген ұсыныстар шықса қалай қарайтын едің? Алмаймын ақшасын. Неге? Дін сатылмайды. Жоқ, сен просто оларды өлтірейін деп жатсың, бірақ зато саған отбасыңды бәрін қамтамасыз етуге ақша береміз десе біреулер. Жоқ, неғамын. Жоқ, енді просто бекерге өлтірмейсің да, бекерге өлтірмейсің. Адал кәсіппен таппаймын ба? Жоқ, сен бір кәпірді бекерге өлтірмейсің да, просто кейін отбасыңда ақша болады қарайтын. Мен не істеймін? Харам ақшаны. Жоқ, сен и так та бостан былайдан былай өлтірейін деп отқан адамсың ғой енді. Соны қарап саған, ей, қорықпа деп ақша беріп неғса қалай болады? Жоқ, мен саған сұрақ қояйыншы. Мен саған жауап бердім. Мирас, не болады сондай жағдайда? Білмеймін, көреміз. Ойланып көресің ба? Қара, тыңда. Ойланып көресің ба? Жоқ, мен сенің сұрақтарыңа жауап бердім ғой. Ойланып көресің ба? Жоқ, мен сенің сұрақтарыңа жауап бердім ғой. Ойланып көресің ба деймін? Субханалла, тыңдашы мені. Сен діни білім алдың ба Қазақстанда? Алдым. Қай жақта? Медреседе. Медреседе саған осындай ойларды айтты ма? Осындай уағыздар жүргізілді ма осындай? Жоқ. Енді бұндай ойларға қайдан келдің сен, кәпірлерді өлтіру керек деген? Просто жыным ұстайды да сендерді ше. Жоқ, сен бекер емес па? Сен шетелдік бір уағызшыларды тыңдадың ба біздікілерден басқа? Жоқ, шетелді тыңдамаймын, мен тек қазақстандық тыңдаймын. Біздің Қазақстанның уағызшылары саған айтты ма кәпірлерді өлтіру керек деп? Жоқ. Енді ондай ойға қайдан келдің сен? Дін үшін өлтіремін, өлуге дайынмын деген ойға. Енді қарап тұрмайсың ғой, пайғамбарыңды мазақтаса. Біздің елде заңмен шешіледі ол дүние. Саған Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша сот бізде өлім жазасына тыйым салынған адамды ешкімнің жанынан айыруға хақы жоқ. Бізде өлім жазасына тыйым салынған басқа қылмыстардың барлығы қылмыстық кодекстің баптарымен саралануы керек. Сен біздің заңға түкіріп тұрсың ғой, по сути. Ол сенің проблемаң емес, ол менің проблемам. Жоқ, саған медресеге сендерде үйретпеді ма? Қазақстанда қандай заңдар бар, қандай қылмыстық кодекс қандай деген сияқты ондай айтпады ма сендерге? Шариғатта ондай медреседе ондай айта ма?
Медреседегі сендерге айтпадым ба, біздің елде шариғат заңдары емес, зайырлы елдің мемлекеттің заңдары бар, конституция бар, қылмыстық кодекс бар деп айтпады. Жоқ, енді бірге ұстансай. Жоқ, шариғатты ұстануға хақы жоқ ешкімнің бұл елде. Шариғат заңдары. Далбаса. Қара, жұмаға барып жүргендердің бәрі сонда не? Жұмаға барып жүргендер ол өздерінің діни құлшылығын жасап жүр. Ешқайсысы Қазақстанның заңына, бізде шариғат заңы деген жоқ, бізде қылмыстық кодекс бар. Сендерде анау шариғи құлшылықтар бар ма сенде? Сендерде? Шариғи құлшылық ол саған ғана тән нәрсе. Сол сен не үшін дарыннан қашып жүрсің, мен саған таң қыламын. Тоқта. Сен дарынды тыңдайсың ба? Смағұлов. Тоқта, дарынды тыңдайсың ба? Не қыласың, тыңдаймын ба, тыңдамаймын ба, не шаруам бар? Жоқ, мүмкін кәпірлерді өлтіру туралы ойға сен дарынды тыңдауың себеп болған шығар. Не қыласың, не кімді тыңдауың? Өйткені дарын сәләфи ғой, мүмкін. Қашаннан бері сәләфи ол? Сен білесің ба, діни басқарма оны тыңдауға тыйым салғанын? Білсең, мен саған айтайын, білсең, бұның алдын Дарын Мұбаровты бүкіл имамдар тыңдаған. Жоқ, қазір бізде діни басқарманың ресми позициясы Дарын Мұбаровты тыңдауға болмайды. Адам тыңдаған. Қазір Дарын Мұбаровты бізде тыңдауға рұқсат етілмейді. Өйткені ол сәләфилік ағымды ұстанушы. Ашық айтып отыр бүкіл діни басқарма. Маған бәрібір, мен тыңдай берем. Сен діни басқармаға да бағынбайтын болып тұрсың ғой сонда. Бағынамын, неғып бағынбаймын. Енді саған тыңдама десе неге бағынбайсың? Тыңдағым келеді, тыңдаймын. Бағынасың ба, бағынбайсың ба? Бағынамын. Бағынсаң тыңдама болды. Кімді тыңдайын енді? Сені тыңдайын ба? Далбаса? Жоқ, діни басқарманың өзінің ұстаздары бар, соларды тыңда. Тыңдаймын, оларды тыңдаймын. Соларды тыңда, Дарынды тыңдама. Бүгіннен бастап Дарынды тыңдаған естиді екен, айтпады деме. Не істеп аласың? Интернетіңді өшіріп тастаймын. Ой. Бір апта интернетсіз жүресің. Кімсің сен өшіресің? Әке-шешеңе айтып сені интернетіңді өшіріп тастаймын. Телефон бермей қоямыз. Ойбай. Қақтансың сен? Өйткені сен әке-шешеңе хабарласу керексің. Мына баласы бұндай радикал болып кеткен білмейді ғой бұл кісілер. Баламыз жақсы, діндар деп қуанып жүрген шығар қазір. Білмейді ғой сен кім болып кеткеніңді. Ой, ауызбилля. Кәпірлерді өлтіремін деп сондай жолға түсіп кеткенін біле ме әке-шешең? Даусың көтермесе маған. Маған даусың көтермесе. Әке-шешең біле ме, білмей ме? Сен қай жылғысың? Не қыласың қазір? Әке-шешең біле ме осындай жолға түсіп кеткеніңді? Не қыласың оны, біле ме, білмей ме? Енді обал ғой ертең, соларға обал ғой саған емес. Мен қыламын, адам өлтіріп жүрген жоқпын ғой. Өлтірейін деп жүрген адамсың ғой, сен оқты қалып жүрген бәлесің ғой. Сені өлтіргім келеді де. Ұрып өлтіргім келеді, просто бар ғой. Пышақ емес, атып салғым келмейді. Өлтіре алмайсың ғой. Саусақпен ұрғым келеді. Өлтіре алмайсың ғой, шыны керек. Өлтірмеймін, просто өлтіре алмайсың ғой. Өлтіре алмайсың ғой сен. Тартысқым келеді да сенімен. Тартысқың келе ме, өлтіресің? Немене өз сөзіңнен 2 секундта бір секіріп отырасың? Тартысқым келіп жүр сенімен. Диспут жасағым келіп жүр. Отырсың ғой, диспут жасасаң, мына жерде позор болып жұртқа. Мен бетке бет жасағым келеді. 1700 адам. Сен айтып отырсың ғой, бетпе-бет жолықсам өлтіремін деп. Енді мен өлу үшін барғым керек па саған? Бопты, Алла хидаят берсін саған. Алла жүрегіңді ашсын, иншалла. Саған хидаят керек болып тұр ғой бұл жерде, маған емес. Сен бұл жерде радикалдан террористен бара жатқан баласың ғой. Кәпірсің ғой сен, кәпір. Мен кәпір болсам ешкімді өлтірейін деп жүрген жоқпын. Мирас-ай. Бүгін эфирдің официальный рекорды 1800 адам. Бұндай балалар қайдан шығып жатыр? Бұндай көзқарастағы балалар қайдан келіп жатыр? Опасный ғой мыналар. Ештеңеден қорқып тұрған жоқ та. Қалай болды бұл сонда?